Жоғарғы сот кеңесі жанындағы сот түрлері академиясының оқуға түсу себебін тоқталатын болсақ, яғни мен осы өз прокуратура қызмет саласында қызмет атқарып жүрген кезде, яғни мемлекеттік айыпты қолдау және сотқа өкілдік ету саласы бойынша қызмет атқардым. Осы салада жүрген кездерде, яғни көптеген қылмыстық істер бойынша айыпты қолдап, азаматтық істер бойынша қорытынды бердім. Сол істерге қатысу барысында өзімнің соттың бейтараптылығы және шешім қабылдау барысындағы жауапкершіліктерін сезініп, мен де осындай жолға түскім келді. Сот түрлерінің академиясына іріктеу ашық түрде өткізілді. Яғни бұл жерде конкурс 3 этаптан тұрды. Бірінші этап комплекстік тестілеу, одан кейінгі екінші этапта сот түрлері академиясында кейстерді шешу, үшінші этап эссе жазу болып табылды. Сұрақтардың барлығы осы өзіміздің қолданып жүрген саладан келді. Талапкерлерді іріктейді, соның ішінде кімнің балы жоғары, соны грант негізінде дейді, соған оқуға қабылдайды. Оқу процесі енді жоғары деңгейде жүріп жатыр деп есептеуге болады. Бұл жерде тек қана теориялық білімді ғана емес, біздегі тәжірибедегі шешім қабылдауды үйретеді. Себебі бұл сот түрлері академиясында, яғни академиялық дәрежесі, ғылыми дәрежесі бар тұлғалардан бөлек, бұл жерде қазіргі таңда практикада жүрген судьяларда білім беруде. Барлық осы сөреге қалай жүргізілетіні, практикада қалай қолданылатын нормалардың барлығы үйретіледі. Одан басқа судья міндеттейтін жауапкершіліктер туралы, оның мінез құлқы және судьяның этикасын барлығын үйретуде. Нағыз судьяның бейнелейтін қасиеттерінше ең бірінші судьяға тек құқықты білімді немесе заңды білу ғана емес, оның ең бірінші адамгершілігі мол болуы тиіс. Себебі әрбір шешім қабылдаған кезде әділдік қағидасына сүйене отырып әділет шешім қабылдау керек. Және бұл жерде судьяның шешім қабылдау ең маңызды, ауыр жауапкершілікті жүктейді. Себебі әрбір қабылдаған шешімнің артында адамның тағдыры тұрады. Осыған байланысты шешім қабылдаған кезде қателесуге жол берілмейді. Енді судья болғысы келетін, армандайтын жастарға мен айтатын, заңды, құқықты тек қана жаттау үшін емес, оның заңның маңыздылығын, заң ішінде логикасын түсініп оқуды қажет деп санаймын. Сонымен қатар өзін одан әрі жетілдіру үшін тәжірибелі мамандармен, тәжірибелі ұстаздармен, олардан білім алып, сұхбаттасып, солардың көрсеткен жолдарымен және оның жақсы қасиеттерін алуды жөн деп санаймын.